Қатысушылар қалайсыздар? Керемет, енді көрермен сіздер сезіп тұрған шығарсыздар, не деген энергия. Бір кешегі тойдан кейін мен сіздерді бір шаршап қалдыма десем, бүгін бір екі есе күшпен келген сияқтысыздар. Бәрі жақсы ма? Ал қыздар, жігіттер, Айжан, қайырлы күн. Өте сұлу болып тұр. Рахмет. Кеше уақыт жетпей қалды ғой, даже бар ғой. Баласахан тойдың тез өткені соншалықты өте қызықты өтті бар ғой. Маған ұнады, я. Мен даже сөйлемей ақ қояйыншы деп тыныш отырдым ғой, соншалықты ұнағаны бар ғой. Сөйлеп үлгермедім енді. Жастар бақытты болсын. Бүгін айтып алайын. И сөйлеп мүлдем үлгермедіңіз бе? сөйлегім деген жоқ, бірақ Алиш біледі ғой мен не тілейтінімді. Сол үшін қажет жоқ деп ойлаймын, иә. Иә. Жақсы, бірақ дегенмен сізді беташарда керемет дерзкий қыз деп айтып қалды ғой. Содан риза болып қалған сияқтысыз. Иә. Ондайым бар ғой енді. Жақсы. Енді мен осы сәтті пайдаланып, енді кеше бізде той болды, сондықтан да біздің өзіміздің әріптесіміздің туған күнін құттықтауға мүмкіндігіміз болмай қалды. Сондықтан біз әріптесіміз Гүлшатты туған күнімен құттықтаймыз. Гүлшат, қазір ортаға келсе. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Гүлшат, туған күнің менен. Гүлшат, сізді келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Өзіңіз сондай сұлусыз, сізге тек бақыт осылай жарқырап жайнап жүре беріңіз дегім келеді. Және де сізге чемпион Кения Сансет шайын сыйға тартамын. Қара тершіктерген ешқандай да қоспасы жоқ. Мінсіз сапа белгісіне ие болған шайдың түрлі өлшемдері өзіңізге сыйлыққа Жандос алып келіп жатыр. Сізге сыйға және бұдан бөлек Қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастық өзіңізге сыйға тартамыз. Бақытты болыңыз, биіктен көрініңіз. Бір жерде жұмыс істеп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Туған күніңіз тағы да құтты болсын. Ja, біздің әріптестеріміз, құрметті көрермен, осы тойды да басқасын да шауып жүгіріп жүріп өткізіп жатқан әріптестеріме бөлек алғыс айтқым келеді. Кеше енді Алишер мен Аягөздің осы жерде үйленуінің өзі, мен ойлаймын, біздің редакторлардың арқасы. Сондықтан да жанын салып, барын салып, шауып жүгіріп жүріп жүрген редакторларға үлкен алғыс. Енді жігіттер, қыздар, иә, Балшығам, қайырлы күн. Өте әдемі болып тұрсыз. Қайырлы күн қазақ елі. Иә, енді кеше білмеймін, енді Алишпен бір сезонда кәдімгідей көп отырып, қатты араласқаннан кейін ба, білмеймін, жақын досымыз болғаннан кейін ба, маған өзіме лично өте қатты ұнады. Той өте ерекше, сондай бір сезімдердің бір толқынысынан сабақтасып келіп, бір керемет бір той болды. Прям андай уақыттың тез өтіп кеткенін шынымен байқамай қалдық. Андай барлығы өте жоғары деңгейде. Енді редакция алқасы бірден бір Балауса ханым атап өтетіндей өте керемет. Бағанағы дайындықтың барлығы, енді 80-90 стилдегі бағанағы ойлар өте керемет. Енді Ержан ағамыз бастаған топ, редакция алқасы, барлық қыздар жігіттер өте жақсы атсалысып естіген. Сол үшін сіздерге де рахмет, өте керемет той болды. Екі жартына қосып керемет алтын той болды Балауса ханым. Жақсы, Гаухар ханым. Иә, Балауса ханым, қайырлы күн баршаңызға. Кеше тікелей эфирден тойдың басынан аяғына дейін қарап шықтым мен. Үйде керемет той болды. Как раз менің өзімнің жастық шағым ғой. Мен 86-та 1-ші классқа барып, 96-та 11-ші класс бітірген болатын. Сол уақыт кездері ғой, мысалы, біздің ағаларымыз, әпкелеріміз сондай той жасаған біз көргенбіз. Жаңағы кілемге жазу жазып қойған, жаңағы біз ол кезде палатка тігіп, кәдімгідейші, шарлар іліп, анау бір апта бұрын дайындалатын ғой тойға, палатканың ағаштарын құрап деген сияқты, төменгі ауылдың төмен жағынан бастап жоғары қарай жүк көлігімен бүкіл елдің кремін жинап, жаңағы несін жинап, көрпесін жинап, жаңағы скамейкаларын, орындықтарын жинап сөйтіп жасайтын ғой тойды. Кеше көрдім да өзім бір керемет әсерде болдым. Аягөз бен Алишер бақытты болсыншы. Керемет ностальгияға толы той болды, көрерменнің де сондықтан көңілінен шыққан. Күндер өтіп жатты. Екеуі жиі кездесетін болды. Әр кездесуде әңгімелері тереңдеп, бір-біріне деген сенім күшейді. Индира Бекзаттың сабырлы мінезін ұнатты, ал Бекзат оның өмірге деген жарық көзқарасын сүйді. Олар бірге серуендеп, арман туралы, болашақ туралы әңгімелесетін. Бекзат кейде қалжыңдап, «Егер мен ертең кетіп қалсам, сен мені ұмытар ма едің?» дейтін. Индира күліп, «Сен кетсең де, сенің күлкің мені ұмыттырмас еді» деп жауап беретін. Бірақ тағдыр кейде адамды сынайды. Бір күні Бекзат қалаға жұмысқа кетуге мәжбүр болды. Кететінін айтқанда Индира үнсіз қалды. Оның көзіне жас келді, бірақ ол ештеңе демеді. Тек сыбырлап, «Мен күтемін» деді. Айлар өтті. Араларында қашықтық пайда болса да, сезімдері суымады.
Хат жазысу, түнгі қоңыраулар, бір-бірінің дауысын есту, бәрі де олардың үмітін тірі ұстады. Бекзат түн сайын Индираға хат жазып, мен саған оралам деп аяқтайтын. Индира әр таң сайын сол хаттарды оқып күлімсіреп оятын. Ол сенді. Себебі шынайы махаббат күте алады.